Болашақ бағдарламасының түлектері қазір оданға оралып, түрлі салада еңбек етіп жүр. Сондай жастардың бірі көкшетаулық Гүлім Оралқызы. Ұстаздық қызметтен жалықпаған үлгілі маман бүгінде Назарбаев зияткерлік мектебінде жұмыс істейді. Бұл физика және математика пәндерін тереңдетіп оқытатын Назарбаев зияткерлік мектебі. Білім ұясында оқушылар 12 жылдық баспалдақтан өтеді. Әр сатымен көтерілген сайын оқу үрдісі де қиындай түседі. Әсіресе 12 сыныптағы оқушыларға қойылар талап жоғары. Өзге пәндермен қоса мұнда математикада ағылшынша өтеді. -b. What did we do? First of all, we simplified this expression by using formulas, correct? Өз басым инженер болғым келеді, және инженер үшін математика пәнін жақсы меңгерген дұрыс болады. Ал ағылшын тілі болған ол одан да жақсы, себебі қазіргі таңда бәріміз білеміз, Еуропа елдерімен қарым-қатынаста болып, болашақта көп нәрсе ағылшынша болмақ, сонда біз бәсекеге қабілетті боламыз деп ойлаймын. Оқушыларға мұндай күрделі сабақты үйретіп жатқан ұстаз Гүлім Оралқызы осы оқу орнында 2010 жылдан бастап жұмыс істейді. Болашақ бағдарламасы бойынша Финляндия елінің Хәминлинда қаласында алған тәжірибесімен қазір елге қызмет етуде. Енді менің көзқарасым бойынша мүлде әртүрлі. Екі елде білім беру жүйесі. Онда ең негізгі айырмашылық, мысалы, оқушылар, яғни негізгі мектепті бітірген кезде, яғни 9 сыныптан кейін, олар мысалы 50% болып бөлінеді. Көбі колледж дейміз ғой. Сондай колледждарға барып білім алады. Енді ара-қара оқимын деген, енді негізгі жолын таңдаған өзінің білім қуам деп. Олар жоғарғы мектепте оқиды. 10, 11, 12. Және онда, мысалы, өз пәнімді математиканы алатын болсам, негізгі 2 курсы бар. Ол міндетті деңгей және жоғары деңгей. Оқушыларының үлгілі болып шығуына ерінбей еңбек етуге дайынмын дейді болашақтың түлегі Гүлім Оралқызы. Айта кету керек, қазіргі уақытта осы мектептен тағы 2 мұғалім бағдарлама бойынша шет елдерде білім алып жүр. Ерболат Төлегенов, Қайдар Айқожа, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы.